Арма, тарихы терең Қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Қазақстан тәуелсіз ел болғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Былтырдың өзінде 21,3 мың адам қандас мәртебесін алған екен. Олар аңсап жеткен елінде қамқорлық көре алды ма? Тарихи отанда тұрақты тұру үшін Қызылорда облысы Қазалы ауданына Ресейден көшіп келген қазақ азаматы мемлекеттік қолдаудан қолы қағылып отырғанын айтады. Қазіргі таңда не жұмыс жоқ, не қаржылай көмек жоқ. Тұрғылықты жері жалдамалы баспана. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Сабырхан Өтепбергенов этникалық қазақ. Объективті себептермен былтыр Ресейден өз еліне көшуге бел буып, барын арқалап кіндік қаны тамған Қазалы ауданына қоныстанған болатын. Ресей азаматтығынан бас тартып, қандас мәртебесін алғалы бері еш әлеуметтік қолдау көрсетілмегенін айтады. Осы Қазақстан азаматына өзім еліме оралып, соған келіп жатырмын. Қазір данный момент жұмыста жоқпын. Қазақстанның үкімет көмектесе ма деп немен келдім осындай. Надеждамен. Сонымен осыдан 6-7 ай болды. Сонымен отырым. Мына үйде квартирант етіп отырым. Жұмыста жоқ, неде жоқ болғасын қиындау болады екен. Сонымен үкіметтің жан-жағынан сұрап, білдіп, не істеп жатырық. Сонымен қиындау болып жатыр енді. Жапон үйді жалдағанымен кіріс көзі болмағандықтан басар тауы, барар жері қалмаған. Жиған тергені күнделікті күнкөріске жұмсалуда. Жұмыс ол жоқ. Жергілікті әкімдік қолдау көрсетер едік. Алайда оған заңды негіз жоқ дейді. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы өңірімізде жұмыс күші көп. Шығыс өңірлер қатарында болғандықтан Қызылорда облысына келген қандастарға мемлекеттік қолдау қарастырылмағанын алға тартады. Қандастарға жалпы кезектілікте негізде құжат тапсыру арқылы ұсынылады. Барлық кезектілік жалпы негізде жүргізіледі. Қазақстан Республикасы азаматтарымен тең құқықта жүргізіледі. 2013 жылға дейін бұл функция ішкі істер министрлігінде болған, оған дейін көші-қон департаментінде болған. Сол кездері квота бөлінген. 2013-тен бастап жергілікті атқарушы органдарға берілгеннен кейін квота тек солтүстік өңірлерге көшу мақсатында бекітілген. Үкімет қаулысымен қандастармен қоныс аударушыларды қоныстандыру мекені солтүстік өңірлер болып айқындалғандықтан Қызылорда өңіріне квота бөлінбеген. Яғни елім жерім деп қанша көксеп келгенмен қандастарға жұмыс және тұрғын үй мәселесін өз бетінше шешу ұсынылуда. Жалпы соңғы 3 жылда Сыр өңірінде 127 адам, немесе 108 отбасы келген. Оларды қолдау шаралары қазақстандықтармен тең жалпы негізде қарастырылады дейді сала мамандары. Сүйен Шкаренов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Сенбі күні аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев жаңа Қорқыт ата әуежайының құрылыс алаңына барды. Нысан таяуда ел игілігіне табысталмақ. Жобаға бағытталған 20 миллиард теңгенің 15 миллиард 700 миллион теңгесі Болат Өтемұратов қорынан бөлінген. Жергілікті бюджеттің 4 миллиард 300 миллион теңге қаржысы инфрақұрылымды дамытуға, абаттандыруға, яғни жылу, су, электр, телефон және кәріз желілерін автожол жүргізуге жұмсалды. Қазір әуежай және оған іргелес аумақ абаттандырылуда. Осы аумаққа 615 шаршы метр гранит жабыны, 16,2 шаршы метр асфальт, 4038 шаршы метр кеспе тас және 3630 шаршы метр қиыршық тас төселетін болады. Қызылорда қаласындағы әуежайдың іргелес аумағын абаттандыру құрылысы жобасына 634,050 миллион теңге бөлініп, 4 жолақты ұзындығы 480 метр, әр жолақтың ені 3,5 метр болатын жол салынуда. Құрылыс монтаждау жұмыстары осы айдың соңында аяқталады. Айта кетейік, қазіргі әуежай жылына 306 мың адамға қызмет көрсетсе, жаңа терминал іске қосылғаннан кейін 500 мың астам жолаушыны қабылдай алады. Ал жүк тасымалдау көлемі 150 тоннадан 240 тоннаға дейін ұлғаймақ. Жалпы алаңы 7500 шаршы метр болатын әуежайда телескопиялық трап жолаушыларға, оның ішінде қозғалыс қабілеті шектеулі азаматтарға ыңғайлы болу үшін эскалаторлар мен лифттер қарастырылған. Қазалы ауданы нөмірі 165 мектепте жасыл желекті мектептен жасыл әлемге атты тақырыптық шара өтті. Шара барысында мектептің жас ғалымдары өз зерттеулерімен бөлісті.
Бұл туралы тілшіміз тарқатсын. Аудан орталығында орналасқан нөмірі 165 мектепте Жасыл желекті мектептен Жасыл әлемге тақырыбындағы аудандық шара бастау алған. Аталмыш мектептің жылыжай жұмыстары топырақтың құнарлығын арттыруда ізденісте жүрген оқушылардың зерттеулері көрсетіліп, орта сынып оқушыларымен жасыл акция аясында ата-аналармен бірге көшеттер отырғызылды. Ең негізгі өнімдерімізге келетін болсақ, бұл табиғи су ресурстарын жалпы аздап пайдалану, яғни тиімді пайдалану мақсатындағы тамшылар. Мұнымен бірге әр мектептен келген жас зерттеушілер табиғи бордың қасиеті, тұзды өлкенің құпиясы, ащыбұлақ суының емдік қасиеті секілді ғылыми жобаларымен таныстырды. Нөмірі 95 орта мектеп оқушысы Ағарыс Қалымбеттің қой жүнінен таза табиғи тыңайтқыш өндіру құрылғысы ерекше көзге түсті. Құрылғы арқылы қой жүнін өсімдіктерге арналған тыңайтқыш жасайды. Жоба бізде 2 жыл бұрын басталған болатын. Жалпы қой жүні бізде бос игерілмей жатқандықтан, біз осы қой жүнін іске асыру мақсатында зерттеген болатынбыз. Зерттеу барысында бізде ирландиялық зерттеушілердің еңбегіне кездестік. Олар бізде көбінесе осы қой жүнінен тыңайтқыш жасау арқылы экспортқа шығарып, қазіргі кезде мол табыс тауып отыр. Және де өзіміздің жерлесімізде осы қой жүнін егу арқылы сәбіз, картоп өнімдерінен көп өнім алып, үлкен табысқа кенеліп отыр. Сол себепті біз осы қой жүнінен тыңайтқыш жасауды жөн көрдік, және де біз осы тыңайтқыш жасау арқылы қой жүні бізге ыңғайсыз болғандықтан, тасуға ыңғайсыз болғандықтан біз оны түйіршіктелген түрінде жасағымыз келді. Ол үшін біз құрылғы жасадық. Құрылғы бізде кәдімгі үй жағдайында жасалған болатын, яғни бөлшектер, машинаның бөлшектері, ескі кір машиналардың моторлары солардан құрастырылған болатын жалпы. Бүгінде осындай тың идеяларымен көзге түсіп жүрген жас ғалымдар бірнеше байқаулардың жүлдегерлері атанған. Сүйеніш Каренов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемінде серігіңізге айналсын.